Москва махкемесі Руслан Зейтулаевның үкімене шикает аризасыны бақажақ. Зейтулаев Хизбут Тахрир ақяр ишінің иштиракчысы ола. Махкеме топлашуы Русияның юқары махкемесінде кечірілежек. Шифат құруйчылары ве прокурорның тарафындан берілді. Хатырлатам, 2015 сенесі январь айында Қырымда 4 мұсылман тұтылды. Оларны Русияда террористик оларақ танылған Хизбут Тахрир тешкелетіна алақасы олғанында қабатлайлар. Руслан Зейтулаевге 7 елік апис жазасы берілді. Фақат бір елдан сон Русия юқары махкемесі Қырым татарының үкімені ләғу етті ве ишіні текрар бақуға яулады. Ама тақиқ үшін дегілді. Апис мұддетіні артырмақ үшін. Текрар махкеме нәтижесінде она 12 елік тевқif берілді. Шымды Зейтулаев Ростов СИЗОсында бұлына. Яқында Русия журналистлеріні оның махкеме кетешатыны тәфсилатлы шекілді айдынлатмаға чағарды. Сөз сырасы Хизбут Тахрир халқалара ислам тәшкілаты мақсады оларақ мұсылманларының бірлешмесіні қайд етеве әранги террористик усуллардан вазгечкенлеріні білдірелер.